Ерте заманда бір елде ит пен мысықтың тілін білетін пайғамбар өмір сүріпті. Оның бай досы болыпты, бірақ ол ит пен мысықтың тілін білмейді екен. Бір күні пайғамбарға келіп, «Пайғамбар досым, сен ит пен мысықтың тілін білесің ғой, маған да үйретші» деп өтініпті. Сонда пайғамбар, «Сен ренжіме, мен олардың тілін үйретсем саған жаман болады» деп жауап беріпті. Бірақ бай өтініп қоймаған соң пайғамбар үйретеді. Бір күні киіз үйдің ішінде бай отбасымен ет жеп отырады. Есік алдында ит жатады. Үйдегілер мысыққа қайта-қайта тамақ береді. Сонда иттің жыны келіп, «Қап бәлем, тұра тұр, тойып тамағыңды жеп ал, бір күні қолыма түсерсің» деп мысыққа қарап ырылдап қояды. Сонда мысық айтады, «Мен сенің қолыңа түспеймін, мяу, жылы жерде пырылдап ұйықтап жатамын, маған рахат, ал сен болсаң далада қой соңында сүміліңдеп жүресің, мяу». Бұны естіген үй иесі өзінің кемірген сүйегін итке лақтырады. Мысық байдың бұл ісіне мәз болып, «Саған сол сүйек саяқта жетеді, мяу» деп итті мазақ етеді. «Сенің түк пайдаң жоқ, жата бересің, ал мен болсам далада қой күзетемін, қап қолыма түсерсің» деп ит одан сайын ызаланады. Келесі күні мысық киіз үйдің шаңырағында секеңдеп жүріп, иттің қолына қалай түскенін білмей қалады. «Қолыма түстің бе бәлем, сені осы жерде өлтірейін» дейді ит. Итке, «Сіз мен үлкенсіз ғой, сізге мен бұдан былай сіз деп сөйлеймін. Сіз менің ағамсыз ғой, мен бір деңе ойлап таптым. Ертең осы үйдің бір аты өледі. Сол аттың өлкесіне екеуміз әбден тоямыз. Ертең осы кезде мына жерде болыңыз. Ал мені қазір қоя беріңіз» деп мысық жалына бастайды. Бұлардың сөзін естіген бай атын базарға апарып сатып жібереді. Мысық тағы да бір күні далада секеңдеп ойнап жүріп, иттің қолына түседі. «Сен мені өткен жолы алдап кеттің» деп ит мысықты қылқындыра бастайды. «Ағатай, мені босатыңызшы, ертең байдың аттан түйесі өледі. Сонда екеуміз етке қарық боламыз» деп мысық тағы да жалынады. «Жарайды, бұл сөзіңе де сенейін» деп ит мысықты босатып жібереді. Мұны естіген бай атын түйесін де сатып жібереді. Мысық ойнап жүріп, иттің қолына үшінші рет түседі. «Сен мені тағы алдадың ғой» дейді ит оған тап беріп. «Кешіріңіз, мен сізді алдаған жоқпын. Бай менің атаған малдарын сатып жіберді. Ертең байдың өзі өледі. Бай өлген соң қазандағы етті айдалаға тастайды. Сонан екеуміз тоямыз» дейді мысық. Бұл сөзді естіген бай өзінің досы пайғамбарға келеді де мысықтың естігенін айтып береді. «Енді не істемекпін» дейді. «Өлетін болдым ғой. Алдыңда мен саған айттым ғой, олардың тілін білсең жаманшылыққа ұшырайсың» деп. «Енді Құдайға құлшылығыңды жасап, үй ішіңе айтып, өлімге дайындала бер» дейді пайғамбар. Бай үйіне барып бәрімен қоштасып, келесі жұмада мысықтың айтқаны келіп, бай өледі. Байдың бәйбішесі мен тоқалы дүниеге таласады. Сол жерде ұрыс басталады. Ит пен мысықтың ауыздары майланып, иесіз қалған қазандағы етке тояды.